Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Кезінде Алматы қаласында Сайна мен Сейфуллин көшелері жезөкшеліктің ортасы еді. Мұнда күн сайын кешкісін көшенің бойында жеңіл жүрісті қыздар тұратын. Сайын көшесіне байлар, Сейфуллин көшесіне кедейлер барады деген әзілдер ел арасында жиі айтылды. Себебі Сейфуллин көшесінде кәрі, реңсіз, қалай болса солай талғамсыз, арзан киінетін қыздар жұмыс істейді деген түсінік қалыптасты. Жергілікті тұрғындар бұл көшелерді айналып өтуге тырысатын. Тек Алматыда емес, еліміздің басқа қалаларында да жезөкшелік қатты қанат жайды. Мысалы, Шымкент қаласында Республика көшесінің бойында кешкісін жеңгетайлар қыздар бар деп ашықтан ашық айтып тұра беретін еді. Ал қазір бұрынғыдай жеңіл жүрісті қыздар жеңгетай дегендердің бірі де қалмады. Олар қайда кетті? 90-шы жылдары тәуелсіздікке қол жеткізген Қазақстан билігі халыққа жалақы, зейнетақыны айлап жылдап төлей алмады. Кейбір еркектер жұмыссыздықтың салдарынан араққа салынып кетті. Күйеуінен қайран болмаған соң көптеген әйелдер ала дорба арқалап базарға шықты. Кейбір аналар ауылдағы бала шағасына тамақты пойыздан лақтырып беріп жүрді. Көшеде өскен ер балалар ұры қарға айналды. Сосын олар жатақханаға барып оқуға жаңа түскен қыздарды күштеп алып кетіп зорлайды. Көшеде кетіп бара жатқан қыздарға тиісіп арам ойын іске асыруға тырысты. Сол жылдары қыз зорлайтын әрекеттерден бөлек, о дүниеге аттандыратын қаншерлер деген қатты көбейді. Яғни қаракөз қыздарымыздың тағдыры өте қиын болды. 90-шы жылдардың соңында көрші елдерден Ресейге, Қазақстанға жұмыс іздеп келуші мигранттар көбейді. Еркектері қара жұмыс істеді. Пысық келіншектері ас пісіріп тігін тігіп күн көрді. Ал қолынан ештеңе келмейтін қыздар жезөкшелікпен айналысуға мәжбүр болды. Олар полицияға ұсталып қалмас үшін көшенің бойында тұрмай, сауна, моншаларда қызмет көрсетті. Және олар топталып жүрді. Бәрін бір жеңгетай басқарды. Жеңгетай мигрант қыздарды полициядан өзі қорғап Криша болды. Байқұс қыздар күніне 10 шақты клиент қабылдайтын. Жеңгетай түскен ақшаның жартысынан көбісін өзіне алып қалды. Өкінішке қарай, кейіннен өзіміздің қаракөз қазақ қыздары да осындай лас жұмыспен айналыса бастады. Оның басты себебі әлеуметтік жағдайға келіп тірелетін. Шалғай ауылдан қалаға келген қыздардың кейбірі өз еркімен осы жолды таңдаса, енді бірін әккі жеңгетайлар алдап құрыққа түсірді. Жеңгетайдың арнайы жігіттері аңқау қыздарды өздеріне ғашық қылып, ақыры соңында онымен төсекте табысады. Оны видеоға түсіріп алып қызға шантаж жасайды. Немесе қызды тыйым салынған ұнтаққа тәуелді етіп қояды. Ақшадан қатты тарыққан қыздарды іздеп тауып, осы жұмысты ұсынды. Кей қыздар бұған амалсыздан келісті. Жеңгетайлар тәуір деген қыздарды Сайын көшесіне шығарды. Олар жол шетінде тұрып көлігі бар клиенттерді тартуға тырысты. Потенциалды клиенттер жол шетінде сызылып тұрған қыздарға тоқтап саудаласты. Ал енді Сейфуллин көшесіндегі жағдай қиын болды. Сейфуллин көшесі Алматының ескі жағы. Мұнда вокзал бар. Ал еліміздің түкпір-түкпірінен қалаға жұмыс іздеп келетіндер осы вокзал арқылы түседі. Вокзалдан түскен еркектерге пәтер бар, қыздар бар деп жеңгетайлар келеді. Бағасына келіскен еркектерді ескі үйлердің арасымен ертіп алып кетеді. Оларды арзан қонақ үйге орналастырады немесе түкпірдегі пәтерге кіргізеді. Мұнда еркектер бірнеше қыздың арасынан өзіне ұнағанын алып қалады. Айта кетейік, бұл өте жиіркенішті көрініс. Сейфуллин көшесіндегі бірнеше көп қабатты үйлер, қонақ үйлер темекі мен арақ сасып, жын ойнақтың ордасына айналды. Осыдан 10 жыл бұрын жеңіл жүрісті бір қыз өз жұмысы туралы отандық газетке былай деп сұхбат берген екен. Жұмыс болған соң әр түрлі адамдар бар. Кейбірі ақша төледік деп ойына келгенін істегісі келеді. Тиісіп ұрып соғатыны бар. Біреулері ақша төлегісі келмей қашып кетеді. Енді бірі істерін істеп алған соң беті бүлк етпей, не істей аласың деп ақша төлеуден бас тартады. Ақыры әркімге бір жем болмас үшін Криша іздеуге мәжбүр болдым. Көп ұзамай жеңгетай мама таптым. Мамаларға үлес береміз. Олар бізді полициядан қорғайды. Ұсталып қаламыз деп әуре болмаймыз. Ұсталсақ та көп ұзамай босатып жібереді. Қызмет түріне қарай бағада өседі. Бір сағаттық көңіл көтеру 2,5-3 мың теңге. Ал бір түнгі қызметтің құны 12-15 мың теңгені құрайды. Біздің төңіректегі қыздар бірнеше топқа да бөлінеді. Мәселен, тән саудасымен өз пәтерлерінде айналысатындар, мамаларының қолында қызмет ететіндер, қаланың сауналарында сағаттық қызмет көрсететіндер. Бұл осыдан 10-15 жыл бұрынғы жағдай еді.
Сол кездері жабайылық қатты белең алып тұрды. Күніне 10 шақты клиент қабылдаған қыз-келіншектер қайбір таза болсын. Көпшілігі жыныстық жолмен берілетін қатерлі дерттермен ауырды. Оны талай еркек жұқтырып алғандармен қоймай, үйлеріне барып әйелдеріне жұқтырды. Соның кесірінен талай әйел түсіп тастап, дүниеге кемтар балаларды әкелді. Яғни бір сәтті қызық іздеген еркектер өз әйелдерінің бүкіл тағдырын құртып жатты. Барлық дінде зина деген берекені кетіріп бақытсыздық әкелетін тажал екендігі айтылады. Облыс орталықтарындағы жеңіл жүрістілер антисанитария жағдайында қызмет көрсетті. Мысалы Шымкентте Қошқар ата деген өзен бар. Сол өзеннің бойында өте ескі жер үйлер өте көп еді. Бұл үйлерде тарақан, қандала дегендер өріп жүреді. Міне осындай үйде арзымайтын ақшаға клиент қабылдайтын қыздар көп еді. Мұнда тек жеңіл жүрістілер емес, алқаштар, нашақорлар, қылмыскерлер өріп жүретін. Бала ұрлау, қыз зорлау, кісі өлтіру секілді көптеген қылмыстар жиі орын алатын. Ал 8-ші шағын аудандағы көптеген көшелерде жеңгетайлар өздерін ашық жарнамалап клиент іздейтін. Қызық іздеген жас жігіттер мұндай арбауға тез түседі. Содан бар тапқан таянғанын зинаға жұмсайды. Ақша табу үшін құмар ойын ойнауға дейін барды. Ал құмар ойынның соңы қара түнек екені белгілі. Бір журналист жезөкшелер қалай жұмыс істейтінін былай суреттейді. Бұл оқиға сағат түнгі 12-ден асқан кезде болды. Далада жаңбыр құйып тұр. Көлікте блогер досым Думан екеуміз отырмыз. Сейфуллин көшесін 3-4 рет айналдық. Реті келер емес. Кенет көшеге қолшатыр ұстаған сүп-сүйкімді қыз шықты. Бірден тоқтадық. Іздегеніміз де осы. Терезені түсірдім. Қасыма жақындады. Қанша болып жатыр дедім. Қаншаусыздар деді ол. Екеуміз дедім. Сағаты 5000 деді ол. Бір өзіңсің бе дедім. Жоқ, қасымда подружкаларым бар деді жүзінен нұры кеткен қыз. Бейшаралар алыстан сұлу болып көріне береді екен ғой. Жанына жақындасаң түрлері ұсқынсыз екен. Осыдан байқағанымыз, жезөкшелердің сұлулығы тез қайтады. Олар бұндай өмірден әбден шаршап тозып кетеді. Көшедегі жезөкшелік ең төмен деңгей. Кейіннен қазақстандық полициялар жезөкшелікпен күресті мықтап қолға алды. Нәтижесінде Алматыдағы Сайын, Сейфуллин көшелеріндегі жабайылыққа тыйым салынды. Шымкентте де қазір жеңгетайлар құрып бітті. Полициялар жиі рейд жасап, бірнеше жынойнақ ордасын жойып тастады. Ұсталған қыздарға түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Миында санасы бар қыздар бұл лас жұмыстарын тастап тура жолға түсті. Қыздарды осы жолға тартатын жеңгетайларға қарсы қылмыстық іс қозғап, түрмеге қамауға дейін барды. Және ең бастысы жезөкшелерді қорғаймыз деп өз үлесін алуға тырысқан полициялар да құрықталды. Кезінде жезөкшелік аудан орталығына дейін жеткен еді. Қазір аудан орталығындағы мұндай орындар жойылды. Бірақ өкінішке қарай жезөкшелік деген онлайнға ауысып кетті. Модель іздейміз деп қазақ қыздарын алдап шетелге жыныстық құлдыққа алып кететіндер көп. Әсіресе араб елдерінде қыздарды аяусыз зорлап, 32 тісін жұлып, жағын сындырып тастауға дейін баратын жауыздар бар екен. Бұл туралы Қазақстанда Пленники деген сериал түсірді. Сондықтан да қазақ қыздары шетелге әкетеміз дейтін модельдік агенттіктерге жоламай барынша сақ болу керек. Осыдан бірнеше жыл бұрын Айканың тізімі деген оқиға орын алды. Яғни Айка деген жеңгетай блогер қыздармен келісіп, бай еркектерге қызмет көрсетеді екен. Бай еркектер әлгі блогер қыздарға бір кездескенге кемі $1000 ақша төлегені айтылады. Полиция дереу Айканы ұстап алып, оның дүние мүлкін тәркіледі. Полиция департаменттері жезөкшелікті онлайн түрде жарнамалайтын мыңдаған сайтты, әлеуметтік желідегі парақшаларды жауып тастады. Бірақ жезөкшелік тыйылмай тұр. Себебі сұраныс бар. Ал сұраныс болған жерде ұсыныста болатыны белгілі. Нәпсіқұмар еркектер тән саудасын қыздырып тұр. Қазір интернет арқылы вебкам модель қыздар көбейді. Олар арнайы сайттар арқылы өздерінің жалаңаш фото, видеоларын сатады. Бұл жерден қыздар айына 1 миллионнан 5 миллионға дейін ақша табады екен. Бірақ жартысын сайт пен студияға төлейді. Сол себепті бір еркек қымбат пәтер жалдап, ішін төсек орын, видеокамерамен жабдықтап, қыздарды жұмысқа алады. Қыздар камераның алдында жалаңаш билеп, камераның ар жағындағы клиенттің айтқан бүкіл нәрсесін орындайды.
Мысалы олар банан жеп, өз-өздерін уқалайды, яғни ұятсыз нәрселер жасайды. Осымен әсіресе тмд елдерінің қыздары қатты айналысуда. Бұндай қыздар күндіз сабағына барып, үйіндегі іні-сіңлілеріне көмектесіп инабатты, ибалы болып жүреді. Себебі олар ешқандай еркекпен жатпайды. Сондықтан да олар өздерін жезөкшеміз деп есептемейді. Бірақ бәрібірде ақша арам жолмен келіп жатқанын айта кету керек. Онлайн жезөкшеліктің алаңы OnlyFans деген сайт жылына $1 миллиард артық таза табыс тауып отыр. Және массаж атын жамылып жұмыс істейтіндер де көп. Қазақстанда бұларға тыйым салынған. Полициялар мұндай студияларды талай рет анықтап ұстап алған. Бірақ кейбір қыздар ешқандай студияға бармай-ақ өз пәтерлерінде отырып видео түсіре береді. Түнде мұндай пәтерлердің терезесінен қызғылт түстер жанып тұрады. Егер үйіне кіріп барсаңыз TikTokқа видео түсіріп жатырмын дейді. Сондықтан да полициялар оларға қарсы ештеңе істей алмайды. Жезөкшелерді түнгі көбелек дейді. Бұның философиялық мағынасы бар. Көбелек деген өте қысқа өмір сүретін жәндік. Көп болса 1-2 күн өмір сүреді. Сол секілді жезөкшелердің де ғұмыры өте қысқа. Жас кезінде ақымақтықпен осы жолған түскендердің көбісі өмір бойы жазылмайтын ауруға ұшырап қиналып көз жұмады. Мысалы айтып деген жаман аурудың емі жоқ. Және жұмыс істеп жүрген кезінде жүздеген еркекпен жатқан келіншектер қартай бастаған кезде өз-өздеріне қол жұмсап жатады. Олар айнаға қараған кезде өздерінен жиіркенеді. Бедеу болып қалатындар да көп. Себебі олар ауру жұқтырғаннан бөлек талай рет жасанды түсік жасайды. Ал жасанды түсік дегеннің соңы не болатыны белгілі. Бала сүйе алмай қартайғанда ит мысық асырайды. Ал баласы бар жезөкшелердің балалары кейін анасының немен айналысқанын бәрі бірде біліп қойып, анасына қарамай қарттар үйіне өткізеді, немесе өздері де анасы сияқты жеңіл жүрісті болады. Шешеге қарап қыз өсер деген осы. Мектепте жезөкшенің қызы деп буллинг жасайтындар көп. Ал буллингке көп бала шыдай алмайды. Ресей президенті Путин тәнін сататын қыздарды әлеуметтік жауапкершілігі төмен әйелдер деп атады. Расында да кейбір қыз келіншектер өздерін амалсыздан ақша табу үшін осы жолға бардық дейді. Бірақ бұл сылтау. Ақша табамын деген әйелге жұмыс көп. Әйел ешқашан ар-намысын сатпау керек. Теріс діни ағымдағылар бір күндік неке арқылы келіншектерді халал жезөкшеге айналдырып жатыр. Әйелмен некесін қиып тірлігін тындырған соң талақ беріп тастап кетеді. Бұл туралы қорлық көрген талай әйел сұхбаттарда айтты. Сондықтан да дін атын жамылғандардан да сақ болу керек. Отан отбасыдан басталады демекші, әрбір ата-ана қыздарына дұрыс тәрбие беру керек. Ұлдарына қыз баланы сыйлау керектігін түсіндіру керек.